Ыни қарлы қыштың құяшлы көндәрінің бірінде біздің үшін ең қадірлі болған кішібіз, әсейібіз, өлесейібіз, апайыбыз, Рифа Искәндәр ғады Ғималеддинова 70 яшілік көркәм юбилейін білділей. Қадірлі кішібіз Ғафури районының урта үтәш ауылында ата-әсәһен, апаларын хейіндіріп өсінсі қыз бала болып дүнияға ауаз хала. Ол бәләкәйден шуқ үткір хүзлі болып үте. Тұрмыш қойған хынаударғала бирешмей, әр вақыт юлын табып, алдына қойған мақсаттарына ерішіп яшай. Оның әр вақытта тек яқшылыққа ғына болған ышаныслы, туғандарына, яқындарына қарата изгілік һәм кең күңіллілігі. Әр вақыт шулай оның менен яне шатлаһын. Бүгін біз апайыбызға қарайбыз да, хұқланып бете алмайбыз. Бір кешесіне шул тиклем көп яқшы сифаттар хыйған. Ақыл, мүләйімлілік, сұслық, изгілік, шаянлық, саф күңіл. Қадірлі бізге теңләшке келе. Бір қараштан кешіні ылықтыра алырлық хәләткә ия біздің апайыбыз. Қадірлі біз хинен көз һәм илхам алабыды. Бар мәшәқәттәрді ситке қойып, ешірақ хинен янға қайтырға ашығабыды. Хин бізді әр вақыт нұрлы едің, тіліңді йотырлық ризықтарың менен қаршы алаһың. Йөрәгің тулы назыңды бізге өләшәһің. Бүгін хинен алдыңда баш иябіз. Құдай Тәғәләнең мең рәхмәте яуһын һиңә әсәйебез, өләсәйебез, апайыбыз бізге яшәү нуры биргәнең өсөн. Оҙон ғүмер, тән сихәте, һаулык, күңелеңдәге йән йылыһының нуры һүрелмәйенсә, һүнмәйенсә, беҙгә балаларыңа йәшәйеш сығанағы булып тороуыңды теләйбеҙ. Сәстәреңә әсәй сал керһәлә, һин бит беҙҙең йөрәк түрендә. Оҙаҡ йәшә әсәй, ауырмайынса, һин был донъяла бит бер генә. Иң изге теләктәр менән балаларың Азамат, Данил, Айгөл, йән-йәнсәрең Карина, Айгизә, Азалия, Наилә, Тимур, кеуің әғзәм килендәрің Зөлфия, Галя һәм барлык туғандарың. Yaşa